Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 19-ші сабағы, яғни тәжвид қағидалары. Бісмилля, біз бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мына жақта. Біз тәнвин және сукунды нунға байланысты 4 ережені бастаған болатынбыз. Оның ішінде екеуін өттік, исхар және идғам. Енді бүгін екеуін өтеміз. Олар иқлаб және ихфа деп аталады. Қараңыздар. Ихлаб дегеніміз ауыстыру, өзгерту, яғни төңкеру деген мағыналарды білдіреді. Яғни Құранда сукунды нун немесе тәнвиннен кейін бә әріпі келетін болса, нун әріпі немесе жаңағы тәнвин мимге айналып кетеді да, ғұнналап оқылады. Ғұнналап оқу дегеніміз ол жаңағы мұрын арқылы ыңылдап оқу, оны білесіздер. Мысалы, Құранда мынандай сөз келсе, міне сукунды нунға аяқталып тұр, келесі сөз бә әрпімен басталып тұр. Демек, мынау сукунды нун мимға айналып кетеді автоматически. Сонда біз мим бә'ди деп оқимыз. Мынау стрелкадан кейін негізі осылай оқу керек. Бірақ бұлай жазылмайды. Негізі бұлай жазылады да, біз автоматически оны біліп, осылай оқимыз. Мим бә'ди. Мысалы, мына жерде мінеки тәнвин. Тәнвиннен кейін бә кеп тұр, демек мынау тәнвин мимға айналып кетеді. Сәмиун басирун. Соңындағы ны мимға айналдырып жібереміз. Яғни ғұнналап оқимыз. Сәмиун басирун. Түсінікті, келесі. Қараңыздар. Бір сөзде де кездесіп тұр, қараңыздар, менге сукунды нун келіп тұр, одан кейін бә әріпі кеп тұр. Демек біз ләюм бәзәннә сукунды нунды мимға айналдырып жібердік. Келесі. Зәуджин бәхиджин деп жазылып тұрды негізінде. Бірақ біз бұл жерде тәнвин болғандықтан, одан кейін бә келіп тұрғандықтан мимға айналдырып жібереміз. Зәуджин бәхиджин. Түсінікті, Жалпы ихлаб дегеніміз ауыстыру, өзгерту деген мағынаны береді. Сукунды нун және тәнвиннен кейін бә әрпі келетін болса, сукунды нун немесе тәнвин автоматты түрде мим әрпіне айналып кетеді. Сондықтан ол ауыстыру, өзгерту деп аталады. Ихлаб дегеніміз. Түсінікті, Құранда осылай келсе, осылай оқимыз. Енді ихфа. Ихфа дегеніміз жасыру, бүркемелеу деген мағынаны білдіреді. Яғни ғұнналап оқу. Қай жағдайларда? Тәнвин және сукунды нуннан кейін мынау 15 әріп келсе, то есть анау исхардың, идғамның 6 әрібі, сосын мынау ихлабтың бір әріпін қосқанда 13 әріп, қалған мынау 15 әріп бізде ихфа болады. Ихфа дегеніміз сукунды нун немесе тәнвиннен кейін, то есть мынау бә әріпі келмесе, одан кейін мына жақтағы мынау 6 әріп келмесе және мынау 6 әріп келмесе, біз қалай оқимыз? Ихфа, яғни ғұнналап оқимыз. Анық қылмай оқимыз. Сукунды нунды және тәнвинді. Мысалы, жәннәтин тәжри. Көрдіңіздер ме? Деп кішкене ғұнналайым. Мынау тәнвинді. Анық қылмаймыз. Жәннәтин тәжри. Мән тәбә. Көрдіңіздер ме? Сукунды нунды анық қылмайым. Ғұнналайым. Мән тәбә. Мин сәмәрихи. Айнун жәриятун. Вәмән сәбәқо. Фән собы. Қуәтин дұғфән. Лимән ши'та. Мунзирун. Нәфсин зәиқату. Осылай оқисыздар мынаны. То есть бүгінгі біздің өткен тақырыбымыз иқлаб, ауыстыру, өзгерту. Одан кейін ихфа. Ихфа жасыру, бүркемелеу. Яғни сукунды нун тәнвиннен кейін мына 15 әріп келсе, яғни қалған 15 әріп келсе, демек біз кішкене ғұнналап оқиды екенбіз. Енді осы бетті 15 рет оқисыздар, мысалдарымен қосып, ережелерін түсініп оқисыздар, иншалла. Егер ыңғайы келіп жатса, дәптерге конспект жазасыздар. Сәттілік.